Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін Еуроптың түрлерін өтеміз. Еурop деген сөзі өзгеретін, соңы өзгеретін сөздер деген сөз. Еуроптың төрт түрі бар: рофық, насып, жазым, жар деген. Рофық деген сөз соңы не болса, соңы дамма болса, оны рофық деп айтады. Мысалы, фиғылда мысал келтірсек, ядрибу деген кезде соңы не болып тұр? Соңы дамма болып тұр. Фиғыл. Бұл не болады? Роф болып тұрады. Насыпқа мысал келтірсек, фиғылдан. Мысалы, лән ядриба десек, ядрибу деген соңы не өзгерді? Фатха өзгереді. Бұл не деп аталады екен? Насып болса, фатха болса, насып деп айтылады екен. Жазым деген соңы не болса, сукун болса. Мысалы, ләм ядриб десе, соңы сукун болса, оны жазым деп айтады екен. Жар деген соңы кәсіра болса. Фиғылдар ешқашан жар боламайды, соңы кәсіра боламайды. Фиғылдар немесе роф болады, соңы дамалы болады. Немесе насып болады, соңы фатхалы, немесе жазым болады, соңы сукунды. Бірақ жар болмайды. Исімдер де сол сияқты. Роф кезінде исімдер не болады? Дамалы болады. Мысалы, жаа зайдун десек, зайдун деген исім не? Дамма болып тұр. Бұл роф деп айтылады. Немесе насып кезінде фатхалы болады. Мысалы, роайту зайдан десек, зайдан деген соңы фатхалы болып тұр, бұны насып деп айтамыз. Жазым. Фиғылдер, исімдер ешқашан жазым боламайды. Не боламайды? Жазым боламайды екен. Жазым деген соңы сукун ғой. Исімдер соңы сукунды жазым боламайды екен. Сөйлемге келгенде жар. Фиғылдер исімдер жар болады. Мысалы, захабту иля зайдин десек, зайдин деген сөз кәсіралы болып тұр. Сонымен харфтер, ал харфтер рофықта, насыпта, жазымда, жарда боламайды. Өйткені харфтер әрдайым не болады? Мәбни болады, соңы өзгермей тұрады. Рофық, насып, жазым, жар деп бөлінетін кімдер? Фиғылдар мен исімдер екен. Фиғылдар не болады екен? Роф болады екен. Рофықтың белгісі, негізгі белгісі дамма. Бұдан да басқа белгілері бар. Бірақ рофықтың негізгі белгісі не екен? Дамма екен, міне дамма. Ал насыптың негізгі белгісі не екен? Насыптың негізгі белгісі фатха екен. Бұдан да басқа белгілері бар, бірақ оны кейінгі сабақтарда өтеміз. Жазымның негізгі белгісі сукун екен. Одан да басқа белгілері бар, келесі сабақта өтеміз. Фиғылдер жазым болады екен, исімдер жазым боламайды екен. Жар. Жардың негізгі белгісі кәсір екен. Одан да басқа белгілері бар, кейінгі сабақта өтеміз. Ал фиғылдер не боламайды екен? Жар бола алмайды екен. Енді осы мәселені кітаптан оқиық. Анвар Еуроп дейді. Еуроптың түрлері дейді. Валлази ятағайяру ахируху ин кана фи'лан фатағайруху якуну бин намати вал фатхати ва сукуни ва ин кана исман фатағайруху якуну бин дамати вал фатхати вал кәсірати дейді. Соңы өзгеретін сөздер, егерде ол фи'л болса дейді, онда оның соңы дамма, фатха, сукун болып өзгереді. Егерде ол исім болса, оның соңы фатха, дамма, фатха, кәсіра болып өзгереді дейді. Валлади, сондай нәрсе, ятағайыру өзгеретін ахируху, оның соңы өзгеретін нәрсе, инкана фи'лан, егерде ол фи'л болса, фатағайыруху, ол фи'лдің өзгеруі, якуну болады бидамма, даммамен, фатхамен және сукунмен. Ва инкана исман, егер исім болса, фатағайыруху, ол исімнің өзгеруі болады, якуну бидаммати вал фатхати ва кәсірати. Дамма, фатха, кәсірамен. Жоғарыда айттық қой. Исімдер не бола алады? Исімдер тек қана бағана кестені еске түсірсек, исімдер не болады? Тек қана даммалы болады, фатхалы болады және кәсіралы болады. Кәсіралы болады. Ал фиғылдер болса, тек қана даммалы болады, фатхалы болады және сукунды болады. Осыны айтып жатыр. Ва тағайыру бидаммати юсама рофхан дейді. Даммамен өзгеруі ол роф деп айтылады. Ва бил фатхати юсама насбан, фатхамен өзгерсе насб деп айтылады. Ва бил кәсірати юсама жарран, кәсірамен өзгеру жар деп айтылады. Ва бил сукуни юсама жазман, сукунмен өзгеру жазм деп айтылады. Ва юқалу ли даммати вал фатхати ва кәсірати сукуни аламатул иъраби аслия дейді. Даммаға және фатхаға және кәсіраға және сукунге иғроптың негізгі белгілері деп айтылады дейді. Фатха, дамма, кәсіра, сукун бұл иғроптың негізгі белгілері екен. Дамма рофықтың негізгі белгісі, фатха насыптың негізгі белгісі, кәсіра жардың негізгі белгісі, сукун
жазымның негізгі белгілері екен, аслия. Одан да басқа фар'ия, қосымша белгілері бар, оны кейінгі сабақтарда өтеміз. اتضح لنا أن الكلمات التي تتغير أواخرها بتغير تراكيب وهي من نوع الفعل والاسم ولا تكون من نوع الحرف дейді. Саған анық болды, соңғы сөз құрылымның өзгеруімен сөздердің соңы өзгеретін сөздер, олар фи'л мен исм ғана, ал харфтер ол соңы өзгеретіндерге жатпайды дейді. Харф неге жатады? Мәбниге жатады дейді. Иттадаха анық болды лана бізге әнна екендігі калимат сөздер әлләти татағайяру авахируха, оның соңы өзгеретін сөздер, битағайру таракиб, құрылымның өзгеруімен соңы өзгеретін сөздер, олар мин нау'ил фи'ли вәл исм, ол исм мен фи'лдің екі түрінен дейді. Сөздің үш түрі бар ғой, фи'л, исм, харф деген. Сол сөздің үш түрінің екі түрі өзгереді дейді. Фи'л мен исмнің соңы сөздері өзгереді дейді. Сөздердің соңы өзгереді дейді. Вәлә такун мин нау'ил харф, және харф деген түрден болмайды дейді. Исмнің харф калиматтың, сөздің харф деген түрі өзгермейді дейді. وبقي علينا أن نعرف الأحوال التي يكون بها تغير. Бізге өзгеретін халдерді анықтау бізге қалды дейді. وبقي علينا бізге қалды أن نعرف білу қалды الأحوال халдерді, қандай халдер? Әлләти, сондай халдер, якуну болатын биха, онымен ат-тағайыр, өзгеріс, онымен өзгеріс пайда болатын халдерді бізге білу қалды дейді. Фa'лам аннаха арбаун, біліп ал дейді, ол төртеу дейді. Яғни ол халдер, өзгеріс болатын халдер төртеу дейді. Ад-дамат вәл фатхат вәл касрат вәл сукун. Дама, фатха, касра, сукун. ويسمى التغير بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبكسرة جرا وبالسكون جازما дейді. Дама мен өзгеріс рофх деп аталады, фатха мен өзгеріс насб деп аталады, касра мен өзгеріс жар деп аталады, сукун мен өзгеріс жазм деп аталады дейді. Файқолу инна анвали ираби рофхун ва насб ва жарун жазм дейді. Айтылады деп, расында анвали ирабтың түрлері рофх, насб, жар, жазм деп айтылады. Роф, насб, жар, жазм бұлар нелер екен? Ирабтың түрлері екен. ويقال للضمة والفتحة وكسرة السكون علامة الإعراب الأصلية дейді. Дамма, фатха, касра, сукунге иғрабтың негізгі белгілері деп айтылады дейді. وينبغي لنا أن نعرف أن الجر لا يدخل الأفعال وكما أن الجزم لا يدخل الأسماء дейді. Жазым исімдерге кірмейтін сияқты, жар фиғылдерге кірмейтін білу бізге міндетті дейді. وينبغي لنا бізге міндетті أن نعرف білу أن الجر, расында жар, яғни кәсіра болу, ла ядхулу афғал, фиғылдерге кірмейді, фиғылдер кәсіра болмайды. Кама сияқты, анна жазма, жазым, ла ядхулу асма, жазым исімдерге кірмейтін сияқты. Түсінікті деп ойлаймын. Түсініксіз болса сұраңыздар. Ахир даван, алхамдулиллахи раббил алямин.